өзіме және бауырларыма насихат айтуыңызды сұраймын. Біздер жамаат намазына немқұрайлы қараймыз. Көптеген бауырларымыз себепсіз намаздарына үйде оқиды. Үйлері мешітке жақын болса да, және де үйлеріне таң намазынан әрең оянады. Біздер ақшаларымызды тамақ ішкенде, футбол ойнағанда ойланбай жұмсаймыз. Садақа, мешітке таксимен бару керек болса ойланып қаламыз. Апта бойы жамаатқа бармайтын бауырлар бар. Біздерде жамаатпен намаз оқудың артықшылығын, сахабалардың жамаатқа намазына қалай асыққанын айтып берсеңіз. Аллах сізді және жанұяңызды мейірімді болсын. Енді бағана намазды қалай намазға сақ болу туралы сөйледік. Оған жамағат намазы жалпы кіріп кетеді, сол төбедегі айтылған сөздерге. Одан басқа бұл нәрселерді көп ескерткенбіз, және де ескерте береміз. Наби саллаллаху алейхи уассалам, білесіңдер, Мединеге ең бірінші келген уақытта істеген ісі не болған? Там салған ба? Мешіт салған. Өзінің үйі жоқ, саллаллаху алейхи уассалам. Сол уақытта өзінің үйі жоқ. Бір ғана әйелі болған. Сауда бинти Заман. Сол біреуге де там салмаған. Біреудің үйінде жатқан. Ең бірінші салған нәрсесі мешіт болған. Себебі мұсылман қоғамға ең керекті нәрсе үйден гөрі мешіт. Түсінікті ме? Мұсылман қоғамына үйден гөрі керекті болған мешіт. Сол үшін оны орындау керек адам. Ауылдар, қалаларда егер мешіттен ұзақ болатын болса, мешіт сал. Хайя ала сала шағырылу керек. Наби саллаллаху алейхи вассалам бір елге соғыспақшы болатын болса, таң уақытында естетін. Азан айтама ол жерде жоқ. Азан айтса соғыспайды. Азан айтпаса соғысады. Бастырып барады. Неге? Ол жерде мұсылмандар жоқ. Хайя ала сала деген тірі жан болмаса ол жерде. Ол жердегі адамдар дұрыс адамдар емес олар. Түсінікті ме жоқ? Хайя ала сала деген жерге бару керек. Ибн Масуд радиаллаху анху Муслимдегі асарда айтады, әрбір пайғамбардың үмбетіне қалдырған сүннеті бар. Пайғамбарларын қалдырған сүннеті, сүннет дегенде мұстахабты айтып жатқан жоқ, тура жолда айтып жатыр. Пайғамбарларын қалдырған жолдардың бірі осы намаздар, оны қай жерде шақырылса сол жерде орындаңдар. Қай жерде шақырылса сол жерде орындаңдар. Осы пайғамбарларыңды осы жолын тастасаңдар, сендер сөзсіз адасасыңдар. Сәлеметтіктің, тура жолда жүрудің, сол жолда беріп қалудың себептерінің бірі адам жамағатпен бірге болу. Мұсылманның сәлеметтігі ол мешіттегі жамағатында. Сол жерге барса иман иелерін көреді, мұсылмандарды көреді, қуанышына серік болады, қайғысына серік болады, жақсы сөз болса естеді, тыңдайды, біледі. Ибн Умар радиаллаху анху, Ибн Масуд радиаллаху анху бағанағы асарда айтады, біздің уақытымызда бір денсаулығы нашарлау адамды да екі адам екі жағынан сүйет алып келіп сапқа қоятын дейді. Бану Салама Наби саллаллаху алейхи уассалам уақытында мешітке жақын жерге көшіп келмекші болды, біз ұзақтамыз деп. Наби саллаллаху алейхи уассалам маған жетіп келген хабар бойынша сендер жақынырақ жерге көшпекші екенсіңдер ғой дейді. Бану Салама бір ру олар. Муаз, Каб Малик солардың қабиласы. Бану Салима. Айтады Бану Салимаға, айтады, сендер маған жетіп келген хабар бойынша сендер көшіп келмекшісіңдер ме? Ішке, жақынырақ жерге. Айтады, сол жерде қалыңдар, қадамдарыңа басқан қадамдарың бәріне жақсылық жазылады сендерге. Сол жақтан, ұзақтан болса да келіп тұруға. Ол жамағат намазы Наби саллаллаху алейхи уассалам кәпірлермен соғысып тұрған уақытта да түспеген болды. Наби саллаллаху алейхи уассалам соғыста болған уақытта жамағатпен оқылған намазы бір 6 немесе 7 түрде келген. Қара, жамағат, мен солардың бір түрін айтып берейін. Имам тұрады мына жерде.
Kıbla mına жақта, düşman арт жақта. İmam тұрады. Bir қатар артында. İmam Allahu Akbar namazға kirеді, жамағат namazға kirеді. İmam Allahu Akbar rükûға барады, сәждеге барады, қайттан тұрады. Артында, арт сапта тұрғандар соғыс жаққа барады. İmam namaz оқи береді. Соғыс жақта тұрғандар, әлі соғыс жатқан жоқ, дұшпан жақта. Олар қорғап тұр. Олар келеді. İmamның артына кіреді. Бағана намазға кіреді. Аллаху Акбар деп намазға кіреді де, имаммен бір рәкат оқиды. İmamға неше рәкат болды? 2 рәкат. Болардікі? 1 рәкат. İmam сәлем бергенде, болар тұрып дұшпан жаққа барады. Анаулар келіп намазын бітіреді. 2-ші рәкатта. Намаз бұзылған жоқ арада. Түсінікті ме жоқ па? Намазын бітіріп барады, аналар келіп 2-шісін оқиды, 2-ші рәкат. Және бір суреті. Бұл қибла, дұшпан қиблаға қарсы жақта болса. Дұшпан қибла жақта тұр. İmam жамағатты 2 сап қылады. 2 сап қылады. Аллаху Акбар намазға кіреді. Барлығы Аллаху Акбар деп рүкуға барады. Бәрі. Себебі көзбен көріп тұрады ана. Рүкуға барғанда. Сами Аллаху лиман хамида. İmam Allahu Akbar сәжде бірінші қатар сәждеге кетеді. 2-ші қатар тіке тұрады. Тіке тұрады, кетпейді. Қарап тұрады ана. Дұшпан қарап тұрады. Олар Аллаху Акбар сәжде қылып бітіріп тұрғанда арттағылар сәждеге барады. Сәжде қылып тұрады ғой. Тұрғанда 2-ші саптағылар 1-ші сапқа өтеді. 1-ші саптағылар 2-ші сапқа қайтады. Не үшін? Әділдік бабынан. İmam менен бірге намаз оқу керек, 1 рәкат болса да. 2-ші рәкатта бағанағыны істейді. 1-ші саптағылар 2-ші сап қайтады, 2-ші бірге қайтады да, олар 2-ші рәкатты имаммен бірге оқиды, аналар рүкудан тұрғанда қарап тұрады. Түсінікті ме жоқ па? Осылай, осыған ұқсаған 3-4 түрі бар және. Бұның барлығы мақсат не? Мұсылмандардың жамағатын сақтап. Мұсылмандардың намаздағы жамағатын сақтап. Қаншалық дәрежеде бағалы болған. Түсінікті ме жоқ па? Кейбір ғалымдар айтады, яғни бұл не фард кифая немесе басқа мәселе өкімінде хилаф болуында емес, мәселе сол амалдың маңызды болуында. Ғалымдар ваджиб немесе мустахаб дегенде ваджиб болса істе, мустахаб болса лақтыр деген үшін сөйлемеген. Түсінікті ме жоқ па? Маңызды болған нәрсені өйтіп есептемейді болған адам. Сол үшін адам жағдай барынша бол 5 уақыт намазды, жағдай барынша. Егер үйі ұзақ болатын болса, жоқ дегенде бірнеше намазға жағдай болса бару керек. Егер азан естілмейтін жерде болса, азан естілетін жерде болатын болса, ол уақытта адам жағдай барынша мешітке келу керек болады. Наби саллаллаху алейхи ва саллам фадаликумур рибат деді. Ол ақиқатта соғыста аяқ қолын байлап тұру сол деп айтты. Сол амалдардың бірі. Не ол? Мешітке ардайым барып қайту. Барған сайын әрбір қадамыңа бір дәреже көтеріліп, бір күнә кешіріліп, бір дәрежең Аллахтың алдында көтеріледі. Қайтқанда да тура солай. Бұл ақиқатта ардайым бір жақсылықты күтіп жүрген адам. Сол үшін осындай бір жақсылықты адам мүмкіншілігі бар болып тұрып қоймау керек. Тағы және әрбір намаз, жамағат бір намаздың 27 есесі. Үйде соны сен 27 рет оқы. 5 намазды қалып кеттің. 5 намаздың жамағаттан қалып кеттің. Тайып. Сен жамағатқа барып қайтуыңа қанша кетуі мүмкін? 10 минут. Ал жарты сағат деші. Жарты сағат кетпейді ғой, бағанағы 5-ні 27 рет оқы. Оқуыңа рұқсат жоқ өзі. Оқылмайды. Саған бір тиын қабыл болмайды ондай.
Егер оқығаныңның өзінде қанша қиналасың оған? Қанша азап? 27 есе. Сен оқып көр сол 4 намаз, 4 ракат намаз 27 рет. Қанша уақыт кетеді деген, қанша шаршай дегенсің. И нәтижеде пайда жоқ, сауап жоқ оған. Себебі бидат ол дұрыс емес істеп. Түсінікті ме жоқ па? Саған тегіннен тегін, әшейін барып қайтадан 27 есе болып жатыр. Неге істемейсің ол нәрсе? Мустахаб дейді ол. Парыз емес жамағатқа бару дейді да мысалы. Сонда мустахаб деп сонша жақсылықтарды тастап кетесің ба? Наби саллаллаху алейхи ва саллям мустахаб болғандығы үшін соғыста тастамады ма сонда? Наби саллаллаху алейхи ва саллям хадисте мен сол намазға келмейтіндердің үйін барып жақпақшы болдым дейді. Бірақ жаққан жоқпын дейді. Мен дейді Наби саллаллаху алейхи ва саллям намазға қаматты айттырып біреумен намазды бастатып жаныңа бір жамағатты алып ағаш жинап намазға келмегендерді барып үйіне тастап жағып жібергім келді, бірақ істеген жоқпын дейді. Бір риwayatта ғалымдар айтады, әлсіздегі риwayat үйде әйел және жас балдар болғандығы үшін дейді. Себебі оларға парыз емес пе? Түсінікті ме жоқ па? Ер кісінің ерлігі сол жерде жамағатқа шығуменен. Әйел кісінің әйелдігі үйде отыруменен. Сен кімге ұқсап бара жатсың? Соған қарап бағалай бер. Мустахаб деп ей. Түсінікті ме жоқ па? Кімге ұқсап бара жатсың? Біле бер өзің, кімге ұқсап бара жатсың? Әйелдің ең жақсы намазы сол төсегінің алдындағы. Кейбір еркектердің оқып жатқан намазы. Әйелдің ана өз күйеуіменен отыратын бөлмесі бар ғой, іштегі неше перденің артында, неше дуалдың артында, солай ма? Әйелдің ең жақсы намазы сол жерде. Кейбір еркектер сол жерде оқиды. Ішкі бөлмеде, қараңғы, ешкім көрмейді. Тақуа дейді да енді, білмеймін не дейді. Ол әйелдердің жасырынып, ықыласпенен ешкімге көрінбеген суретте ең абзал әйелдің намазы сол жерде. Еркектің намазы мешітте болады. Мешітте болады. Сол жерге бару керек. Жағдай барынша жауап беру керек. Кейбір бауырлар бар, қазір күнде, осы күндерде ойлайды сол мешітке бара берсем, көзге түсіп қалам, анау, мынау. Естіп қаламыз енді, сондай болып қалып, мешітке бармай қояды. Бауырлармен көп көрсе, анау, мынау деп. Оған не дейсің, әйші? Сонда жақсыларменен бірге болып, жақсылықпенен өтсең, жақсы емес пе саған? Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, «Ал-мар'у аля дини халили», кісі өзінің досының дінінде болады дейді. Сондай мешітте, жамағатта имандылықпенен жүретін адамдар сенің серігің болған жақсы емес пе? Өзің анда пысымында қашып жүргеннен көреді. Сонда, жамағатқа шықпаса болады, кім? Енді сондай бір адам, оны бір қарақшылар іздеп жүр. Ұстаса атады оны. Ол адам шықпайды намазға. Түсінікті ме? Сондай бандиттер бар. Түсінікті ме? Анан ұрған, анан соққан, Алла сақтасын. Бұл арам бол, дұрыс емес. Бірақ сондай жағдай болып қалатын болса, шықса егер біреу атып кететін, өлтіріп кететін, немесе соғып ұрып кететін болатын болса, оның үзірі бар. Түсінікті ме жоқ? Ойла адам мешітке шығу керек, жауап беру керек. Ұстаз атам сұрақты, намазына бармаған адамдардың жазасы қандай болып дейді? Таң намазына? Намазға мешітке бармаған. Если постоянно бармайды да мешітке. Не болды десе, ұйықтап қалдым андай деп постоянно сондай да. Тура сол сияқты. Ұйықтап қалу. Солар ұйықтап қалдым демей, ұйықтадым десе жақсы. Түсінікті ме жоқ па? Ұйықтадым десе жақсы болады. Сонда шын. Аллах айтады, «Я айюхаллазина аману тақуллаха ва куну мa'ас-садиқин». Ей момындар, Аллахтан қорқыңдар, шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Сен кәззап. Ұйықтап қалдым. Қайда ұйықтап қалдың? Сен жатып ұйықтадың ғой. Ұйықтап қалдым дегені былай болады ұйықтап қалған адам. Түнде
азыраак жейт. Солай ма жок па? Ерте уктайт. Будильник коят. Түсінікті ма? Будильник болмаса біреуге айтады, оят деп. Түсінікті ма? Себепті алады. Наби саллаллаху алейхи Билалға айтқан сияқты. Түсінікті ма жоқ па? Ұстаз осы намаз оқиды. Қазір. Сонымен жатады. Аллахтың тағдырымен солай ұйықтап қалса, Наби саллаллаху алейхи ұйықтап қалды. Оның үзірі бар. Бұл адам тұрып оқығанда, уақытында оқығандай болады. Ешқандай күнә жоқ болады. Түсінікті ме жоқ? Бұл адамға ешқандай күнә жоқ. Тұрады, егер күн шығып бара жатқан болса, күн көтерілген кейін күтеді де. Түсінікті ме? Күтеді де, содан кейін азан айтып, тәкбір айтып, 2 рәкат сүннеті, 2 рәкат парызын қалай әдетте оқыса, тура солай оқиды. Өз уақытында оқығандай болады. Себебі оған күнә жоқ, ұйықтаған адамның күнә жоқ. Түсінікті ме жоқ па? Наби саллаллаху алейхи айтады, "Лейса финнауми тафрид." Ашин табиғи суретте ұйықтап қалуда жеңіл санау жоқ. Жеңілтектік жоқ осы жерде. Жеңілтектік қай жерде болады? Біріншіден кеш ұйықтағанда. Себепсіз. Оянудың себептерін алмағанда. Оянудың себептерін алып, оянғаннан кейін өшіріп қойып жатып ұйықтауда. Кейін нәтижеде ұйықтап қалдым деп айтуда. Ол ұйықтап қалған жоқ, ол ұйықтаған, жатып ұйықтадым деп айтады ол. Егер өзімен шыншыл болса, жатып ұйықтадым деп айтады. Намаздан жатып ұйықтаған адам, ол өте қатерлі. Кейбір ғалымдар білесіңдер, діннен шығарады ондай адамды. Қастықтанып жатып ұйықтады. Мысалы, сағат 6-да күн шығады, ол сағатты 6:30-ға қойып алып жатып ұйықтады. Бұның жағдайы өте қатерлі. Өте қатерлі бұның жағдайы. Хилаф бар бұл мәселеде, бірақ хилафтың өзі саған қорқынышты ол. Ғалымдар әшейін бір нәрсеге хилаф болмайды. Ауыр нәрсе болғандықтан. Түсінікті ме жоқ па? Кейбір ғалымдар мынаны дұрыс дейді, кейбіреулер мынаны дұрыс дейді. Алла сақтасын. Сол үшін, бұндай ауыр нәрсені жеңіл санау үшін біраз нәрселерден басталады бұл, білесіңдер ме? Сүндетті жеңіл санаудан бастайды. Солай ма жоқ па? Жамағатқа барудан басталады. Жамағатты бірінші қатардан екінші қатарға, екінші қатардан үшінші қатарға, сосын екінші рәкатқа жетіп келуден, сосын үшінші рәкат, ақырғы рәкатқа жетіп келуден, түсінікті ме? Кейін мешітке екінші жамағат болып оқудан басталады сөйтіп. Түсіндіңдер ме жоқ па? Екінші жамағат болып, сосын үйде жамағат болып қатындармен. Осылай болып, ақырында бірден бола бермейді бұндай нәрселер. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін адам сол жүрегіне жүрегі қарай бастаған уақытта оны тазалап алу керек. Себебі ол қаралықтың ақыры қайда жетіп барады, Алла біледі оны. Бүгінге жетеді.